Сан-Паулу қаласында орналасқан бұл мейрамханада ұсақ-түйекке дейін мән беру және ұсынылатын тағамдардың сапасы басты назарда. Сонымен қатар жүлдеге ие болған асханасымен танымал Тужу мейрамханасы өнімдердің маусымдылығын сақтауға және жыл мезгілдерінің ерекшеліктеріне бейімделуге тырысады. Әсіресе бұл Сан-Паулудағы жаһандық жылынуға байланысты барған сайын тұрақсыз болып келе жатқан жауын-шашын тәртібіне қатысты. A gente tem época do ano aqui em São Paulo que chove todos os dias, como você falou. Isso vai te dar alguns ingredientes, né? Você tem épocas intermediárias, como a que a gente está, e de repente você tem uma época do ano em São Paulo que fica 60 dias sem chover. E cada uma dessas características te proporciona produtos e possibilidades diferentes. Мейрамхананы бас аспаз Иван Ральстон және оның серіктесі аспаздық зерттеуші Катерина Кордес басқарады. Зерттеу мен ізденіс, инновация және жағдайға бейімделу мұнда ұсынылатын тағамдардың негізін құрайды. Дәм тату мәзірі әр 3 ай сайын жаңарып отырады. Normalmente, mês de julho, agosto é seco. E ainda não está seco, né? Tem chovido assim às vezes, né? Isso tem a ver com o Super El Niño. Isso fez com que a gente tivesse uma temporada de cogumelos maior. Durou quase o dobro do tempo. Então você tem que sempre ficar esperto e se adaptar. Afinal de contas, não é uma coisa engessada que vai ser assim para sempre. Биыл Тужу мейрамханасы қаладағы тағы бір мейрамханамен қатар 3-ші Мишлен жұлдызына ие болды. Осылайша бұл мекеме Латын Америкасында 3 Мишлен жұлдызын алғаш рет алған мейрамханалар атанды. Uma celebração, é um restaurante de celebração, né? Não é um restaurante para você vir todo dia comer e ir para casa. É uma coisa, um momento especial. Алайда марапаттарға ие болған бұл мейрамханада ас ішу кез келген адамның қалтасы көтеретіндей емес. Орынды бірнеше апта бұрын алдын ала брондау қажет. Оның үстіне арнайы мәзірлердің бағасы 277 еуроға дейін жетеді.